Баршаға сәлем, достар, қалдарың қалай? Баршаларыңызға Құрбан айт мерекесі құтты болсын. Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге үйде өте дәмді тіске басар немесе кәдімгідей пайдалы, өте пайдалы тағамның түрі құйрық майдан қалайша салы жасаймыз, немесе қалай құйрық майды әдемі тұздаймыз, сол жайында көрсетпекпін. Бұл тіске басарды әсіресе ерлер қауымы өте жақсы көріп жейді. Баршаларыңызды Құрбан айт мерекесінде осындай қой сойып, осындай құйрық майлар қалып жатады ғой, соны не істесек болады деп ойланып отырған шығарсыздар. Сол құйрық майдан мен сіздерге қазір жасап көрсетемін, және описаниеге рецепттің толық мөлшерін жазып кететін боламын. Ал бісміллә деп бізге осындай құйрық май керек болады. Мен кішкене жартысын мантыға, палауға салғанға алып қалдым. 1 килограммдайын осылай жасап көрсететін боламын. Ең алдымен майды осылай бөлікке бөліп аламыз. Содан соң гармошка сияқты кесіп, ортасын кесіп, осындай етіп дайындап аламыз. Құйрық майымызды жақсылап жуып, қайнап тұрған суға тұз салып, майымызды салып, бісміллә деп 40-45 минутта қайнатып пісіріп аламыз. Достар, менімен бірге болыңыз, видеоны соңына дейін көріңіз. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, онда қоңыраушаны басып, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Қырық 45 минут пісіргеннен соң құйрық майымызды алып суытамыз. Содан соң бізге керек болады тұз, чеснок, паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыш. Ең алдымен чеснокты жақсылап майдалап, кесіп турап аламыз. Құйрық майымызды ыңғайлы етіп, бөліп, кусоктарға осылай бөліп аламыз. Ең бірінші тұзымызды алып, құйрық майымызды жақсылап, тұзды себелеп отырып, жақсылап тұздаймыз. Бәр жағына тұзымызды жағып отырып, аударып, жақсылап тұздап шығамыз. Достар, бұл құйрық майды, яғни қойдың құйрық майынан жасалған салы деп айтуға да болады, немесе тіске басар деп айтсақ болады. Бұны қалаған уақытта холодильниктен алып жей беруге өте ыңғайлы, және ұзақ уақытқа холодильникке сақтап қоюға болады. Достар, менің қазақша арнамды қолдап тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен сіздерді күтем.
мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып жүрген менің оқырмандарыма алғысым шексіз. Алла разы болсын сіздерге. Құйрық майларымызды тұздап болғаннан соң қара бұрышымызды сеуіп, бұрышты жақсылап жағып шығамыз. Бәр жағынан бірдей жағып, әдемілеп араластырып, осылай жағып шығамыз. Содан соң майдалап турап қойған чесногымызды салып, оны да жақсылап осылай араластырып жағып шығамыз. Осылай холодильникке салып 1 сағатқа қоя тұрамыз. Бір сағаттан соң ыдысқа қызыл бұрышпенен паприканы салып дайындап қоямыз. Осы дайын болған майларымызды ыдысымызға, паприка мен қызыл бұрыш тұрған ыдысқа осылай бәр жағын бірдей тегізіп, аунатып, басқа ыдысқа саламыз. Құйрық майларымыздың бәрін осылай жасап шығамыз. Сырты қып-қызыл өте әдемі болып осындай болады. Осылай бәрін дайындап болғаннан кейін холодильникке салып 1 күнге қалдырамыз. 1 күннен кейін алып, осындай етіп әдемілеп турап жей беруге болады. Достар, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Күйеулеріңізге, отбасыларыңызға ұнайды. Достар, менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, рахмет.